Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін осындай кесені жасайтын боламыз. Осының барлығының шаблоны менің телеграм-каналымда бар. Каналға өту үшін WhatsApp номеріме хабарласыңыздар. Сәукеле сонымен қатар жасалуын көргіңіз келсе, міндетті түрде маған подписка жасап, YouTube'да обновить етіп жіберсеңіз, осы сәукелені жасалу түрін көретін боласыз. Мен тек қана подписчиктеріме көрінеді. Осындай міне дайын шаблонға текстін жазасыз. Мен сияқты жазып болғаннан кейін мен лайфхагымды бәріңіз уже білу керексіз. Білетін шығарсыз. Осылай зажиммен қысып, үшеуін бірден қиып, бірден майыстырам. Мына жерін қиып салмаңыз. Себебі бұл тек қана шай кесеге ғана жетеді. Одан үлкен ана сорпаның кесесіне жетпейді. Сол себепті ұзындығын желательно қысқартпаған жақсы. Осылай мінеки қиясыз. Қиып болғаннан кейін 3 штугын бірге майыстырасыз. Мықты майыстырып тастамаңыз, чуть-чуть осылай міне сгиб жасасаңыз жарайды. Жасап болғаннан кейін осылай міне кесеге келтіреміз. Көрдіңіз ба, келіп тұр бәрі. 1 сантиметр ғой, всего лишь лишний. Осындай двухсторонний канцелярский скотч, канцелярский магазинде болады. Соны қиып, осылай жабыстырып, клиентке береміз. Клиент өзі ашып жібереді да, осылай жабыстырады да. Оп, дайын кесе шығады. И все, осындай дайын кесе шығады. Мінекей біздің кесеміз. Жақсы, сау болыңыздар, көргендеріңізге рахмет.